біз Құран жаттаған адамды қари дейміз. Бұл енді біздің Орта Азия және Қазақстанның тілі термині. Кейіншелік мынау араб және түрк өлкелерінен Құран жаттағанды хафиз деп атауды осылай нәрсе келді ғой. Бірақ негізі енді бәрібір шамам жеткенше түзетіп жүрем. Хафиз деп Құран жаттаған адамды айтпайды. Бұл жай ғана балама сөз. Өйткені кітапта қарасақ, енді кітаптың атын қателесуі мүмкін. Имам Бағдади деген кісі өзінің бір кітаптарында, сол кітабын қателескен үшін айтамай отырмын. Мұхаддис кісі Имам Бағдади өзінің кітабында жазады, сол өзінің кітабында айтады, хадис жаттаған адамды хафиз деп айтамыз, қазақшасы абыз. Біздің қазақтың абыз деген сөз, ол хафиз деген сөз. Абыз деп айтамыз хадис жаттаған адамды. Сол үшін біздің қазақта көнелердің сөзін жатқа айтатын, солардың сөзін көкейіне түйіп алған адамды абыз дейтініміз содан. Үлкен абыз кісі екен ғой деп айтатын сол, яғни о көптен көрген кісілердің сөздерін көкейінен жүректен жатқа айтып жеткізіп біздің халыққа жалғап беріп атқанды абыз дейді. Біздің бұл шариғаттың сөзінен алынған хафиз деген сөз. Енді ол хафизді кім шынайы хафиз деп айтылады дегенде 200 мың хадис кемінде, ең кемітіп айтқанда 200 мың сахих хадисті жатқа біліп, соны рауиларымен, орнымен айтып бере білген адамды айтады деген сөздер де бар. Бұл мен өте кемітіп айтқаным. Одан да басқа шарттары бар. Бірақ хафиз деп көбінесе сол абыз деп кісінің сөзін жаттаған адамды айтады. Ең төресі пайғамбар сөзін жаттаған адам. Ал Құран сөзін жаттаған, Алланың сөзін жаттаған адамды қари деп айтады. Осындай бір кішкентай дәлдік бар. Онда біздің халықтың арасында хафиз бен қари деген қателік бар.